Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі жаңа сабақ 6-шы сабақ. Өлең оқимын. Бірінші тарау. Өзім туралы. Менің өмірім. Оқушылар, бұл мәтінді әйгілі ақын жырау Жамбыл Жабаевтың өзі жазған. Жамбыл Жабаев жырау, жыршы ақын. Ол Жамбыл тауының етегінде өмірге келген. Жамбыл айтыс өнерінде де алдына жан салмаған суырып салма ақын. Ал енді мәтінді суретпен бейнелеп көрейік. Менің өмірім. Менің әкем жапа көшпелі болған. Тұрған жеріміз кең жазық дала. Сол кең жазық дала менің отаным болды. Мен киіз үйде өстім. Басқа қазақ балалары сияқты мені де көшкен кезде бесігіммен бірге алып жүретін еді. Яғни оқушылар, білесіздер, біздің қазақ халқы көшпелі халық. Жазда жайлауға, қыста қыстауға көшіп жүреді. Сол кезде кішкентай балаларды бесіктерімен бірге көшіріп жүрген. Мен домбыра тартуға өте құштар болдым. 12 жасымда домбыраны әкемнің інісінен үйрендім. Домбыра қолыма тиген кезде жан жүйем елжірегендей болатын еді. Домбыра тартып ән салу мені қатты қызықтырды. Табиғат маған күшті жуан дауыс берген екен. Мен далада ән шырқаған кезде дауысым бүкіл даланы күңіреніткендей болатын еді. Мен 15-ке толған кезде атақты ақын Сүйінбай тұратын ауылға келдім. Оның үйіне қасына жақын келдім де әндете бастадым. Ал менің өлеңіме риза болған ақын мені үйіне шақырды. Сенің ақындық қабілетің бар екен, даусың да жақсы. Ұнайсың жігітім, деді. Қарт ақынның тілегі бойынша мен көптеген әнді айтып бердім. Сүйінбайдың ақындық шеберлігіне таңдандым және сүйсіндім. Бұл менің өмірімдегі бақытты сәттердің бірі еді. Оқушылар, сіздерге әңгіме мәтін түсінікті болды ма? Жамбыл атамыздың өмірі туралы бір естелігін суреттеп көрдік. Сабақ ұнаса, суретті әдебиет каналына тіркеліп, достарымызды шақырайық.